Күйеуі Назымды қызымен тастап ажырасып кетті. Қалаулым жобасының 1 маусымының аты аңызға айналған қатысушысы. Қосылайық реалити шоуының бұрынғы SMM редакторы Назым қазіргі күйеуімен ажырасып кетті. Нақтырақ айтатын болсақ, Назымды 3-ші күйеуі тастап кетті. Назым қызымыз Instagram парақшасында осы жайлы күтпеген мәлімдеме жасады. Осы жерде болсын. Қыздың әкесі екені хақ. Аллахтан жасырмағанды адамнан жасырмайын. Қыз өскенде әкемді іздеймін десе осыны көрер. Парахат әзірге әкесі бас тартып басын ала қашқанымен медикош таңдау жасайтын жасқа жетпеді, деп жазды Назым әлеуметтік желідегі парақшасында. Естеріңізге сала кетейік, Назым қызымыз 2022 жылы Арсенмен ажырасқан соң Парахат есімді жаңаөзендік жігітке тұрмысқа шыққан болатын. 2023 жылдың ақпан айында Назым мен Парахаттың Мәдина есімді қызы дүниеге келді. Назым 1 жыл бойы Арсеннен кейін жаңа күйеуі жайлы әлеуметтік желілерде көрсеткісі келмеді. Өткен жылдың желтоқсан айында ол өзінің парақшасында күйеуімен түскен суреттерін жариялаған болатын. Бірақ 9 желтоқсанда ол Парахатпен ажырасқаны туралы ресми ақпарат берді. Желі қолданушылар мен Назымның достары бұл жазбаға өз пікірлерін білдіріп жарыса жазды. Причем тут Назым? Әр қайсысы өз байларына ие болсын, 40-қа келген дардай еркек өзінің басы бар, Назым оны алып қашпаған шығар. Семьясы бола тұра жүрді ғой еркек, енді тоқалдыққа алсын, екі семьяны көтеру жағдайы жетсе, әйелді кінәлауды қойындар. Мұнда еркек кінәлі шындықты айтпаған үшін. Бәсе қосылайыққа қонаққа келгенде аша сұрады ғой, сол кезде Instagram анау-мынау дегенді ұнатпайтын адам. Өзі туралы білгенін қаламайды деп. Осы үшін қаламаған екен ғой. Не болды сіздерге, Назым бұзған жоқ деп жатыр ғой. Танитын қыз өздері жараспай әйелімен ажырасты деп. Енді тағдыры сондай болды, бақытты болсын. 2 жыл көрсетпесе күйеуі официально ажыраспаған шығар. Бақытты болсын. Ешкіме ешқайсымыз білмейміз ертең не күтіп тұрғанын. Назымның еш кінәсі жоқ. Назым, бақытты болыңыз. Ешкімнің негатив әңгімесіне мән бермеңіз. Өзіңіз сол адамды лайықты деп санасаңыз, значит солай. Бақытқа лайықты қызсың, ақша үшін емес, қарапайым жігіт екен. Назым өз жағдайын мықты жасайтын қыз, деп жарыса жазды желі қолданушылары.